Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге құрамына тек қана екі ғана зат керек болатын өте оңай жасалатын жұп-жұмсақ дәп-дәмді маршмеллоу дайындайтын боламыз. Міндетті түрде балапандарыңызға дайындап қуантыңыздар. Сонымен қатар каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз ең бірінші желатинімізді ерітетін боламыз. Ол үшін біздің отымызды қосып, үстіне табамызды қойып, желатинімізді саламыз, құрақ желатин, және де үстіне бөлме температурасында тұрған суымызды құямыз. Енді осы екі қоспаны жақсылап ерігенге дейін лопатканың көмегімен, яғни таяқшамыздың көмегімен араластырып тұрамыз. Біздің құрақ желатиніміз толыққанды суымызбен бірге араласып, еріп, сұйықтық күйінде болу керек. Мен сіздерге қазір өзімнің қолданып жатқан желатинімді көрсетейін. Міне мен осындай желатин қолданамын, тез еритін желатин. Осыны қолдансаңыздар осы сияқты алып болады. Енді қараңыздар, менің желатинім жақсылап еріп жатыр, қатты қайнатып керек емес. Біз тек қана желатиніміз ерігенге дейін ұстасақ болды. Шамамен менде 2 минут қана уақытым кетті. Желатиніміз сарсалқындағанша біз сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін қантымызды саламыз, үстіне бөлме температурасындағы тұрған суымызды құямыз да. Біздің пешімізде максималды қызу отта осы қантымыз бен сұйықтығымызды ертіп алу керек болады. Осылайынан міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Бізде сұйықтау келген сироп сияқты пайда болу керек. Соғанға дейін араластырамыз. Қайнатпаймыз. Міне осылайынан алғашқы қайнаған пузыректер шыққан кезде біз отымыздан ала қоямыз. Енді біз формамызды дайындауға кірісеміз. Менде осындай 4 бұрыш форма. Форманың диаметрін қазір описанияға жазып кетемін. Ең бірінші қолымызды сулап, осылайынан формамыздағы толықтай суды жағып шығатын боламыз. Себебі біз пищевой пленкамызды қойғанда, пищевой пленкамыз зырғымай жақсы болып тұрады. Осылайынан пищевой пленкамызды орналастырамыз. Бір жақ бөлігін ұзындау қылып қалдырамыз, өйткені біз бетін жабуға керек болады. Және де мен шеттерін барлығын биіктеу қылдырып, міне осылай көтеріп шығамыз. Енді мен үстіне бір ас қасық күнбағыс майын құйдым. Енді осыны кисточканың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен толықтай жағу керек болады. Міндетті түрде барлық жеріне жағыңыздар, және де алдыңғы бөлігіне, яғни маршмеллоудың үстін жабатын бөлігіне де жақсылап май жағу керек болады. Егер біз май жақпасақ, онда біздің маршмеллоумызға жабысып қалуы мүмкін. Мен мына жақ бөлігіне жақтым. Біздің сиропымыз бен желатиніміз қатып қалмас үшін тезірек жұмыс жасау керек болады. Немесе алдын ала дайындасаңыздар да болады. Енді басқа ыдысымызға желатинімізді құямыз, үстіне сиропымызды құямыз. Одан кейін осы екі қоспамызды жақсылап тұрып миксеріміздің көмегімен араластыру керек болады. Біздің осы желатиніміз бен сироп екеуі ағарып көпіргенге дейін жақсылап араластырамыз. Менде шамамен осыған араластыруға менде қол миксері шамамен 4-5 минут уақытым кетті. Сіздің миксеріңіздің қуатына байланысты. Міне осылайынан ақ болып көпірді менде. Енді мен қазір көрсетейін сіздерге, мен осындай болды. Енді қазір үстіне мен краситель қосатын боламын. Менде құрғақ краситель немесе тамызатын тамшы красительді қоссаңыздар болады. Менде шамамен красительді 1,5 грамм жұмсадым. Егер тамызатын болсаңыздар 1-2 тамшы тамызуға болады. Міне осындай сары болып шықты, менде әдемі түсте. Енді формамызға мен осы маршмеллоумыздың сұйықтығын құятын боламын. Толықтай таяқшамыздың көмегімен барлық жеріне жететіндей қылдырып құйсаңыздар болады. Одан кейін осылай лопатканың көмегімен дұрыстап шығасыздар. Енді май жағылған бөлігін бірінші үстін жабамыз, осылайынан май жағылған бөлігімен. Одан кейін май жағылмаған екінші бөлігімен осылай екінші қабат ретінде жапсаңыздар болады. Енді тоңазытқышқа шамамен 2-3 сағатқа зефиріміз қатқанға дейін алып қоямыз. Енді біз басқа бөлек ыдысқа 1 қасық жүгері крахмалын және де 1 қасық қант ұнтағын саламыз. Осы екеуін жақсылап араластырып аламыз. Таяқшамыздың үстіне сеуіп аламыз, осылайынан қолымызбен жайып. Енді біз 2-3 сағат тұрған маршмеллоумызды алып шығатын боламыз. Бетін осылайынан жақсылап ашып аламыз. Ашқан кезде егер майды күнбағыс майын жақсылап жаққан болсаңыздар жабыспайды. Егер дұрыс жақпаған болсаңыздар сәл міне осылай кішкене көріп тұрғандарыңыздай жабысып жатыр менде. Сондықтан жақсылап тұрып жағыңыздар. Осылайынан міне пищевой пленкасын алып тастадым. Үстіне де ұнтағымызды септім. Міне осылайынан толықтай қолыңыздың көмегімен сүйіп шығыңыздар. Енді біз пышақпен кескенде бізге ыңғайлы, оңай болады. Қолымызға жабыспайды. Міне осылайынан бірінші ұзын шағыл барлығын кесіп аламыз. Одан кейін осы бөліктерін де тағы да ұсақ-ұсақ 4 бұрыш форма жасап кесетін боламыз. Міне қараңыздар, менде осындай болып шықты. Тағы да үстіне ұнтақ сеуіп алсаңыздар болады, дайындап алған. Міне осылайынан қолымызды ұстап жоғарғы жағынан кесіп аламыз. Және де шеткі бөліктер жабыспас үшін тағы да аздап ұнтақты қоссаңыздар болады. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ күшті болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды. Небәрі сіздердің 10 минут қана уақыттарыңызды алады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеомды өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Кездескенше.